Баяғыда екі дос болыпты, қасқыр мен түлкішек. Орманда қасқыр мен түлкішек жүріп келатып, нән етке тап болды. Қаппанның аузындағы ет, қасқыр айтады: түлкішек, ана етті алайықшы деді. Жоқ, мен үйден тойып шықтым ғой деді. Онда жарайды, мен өзім алайын деді. Ана қаппанның аузындағы етке секіріп қалып, ана ет ұшып келіп, түлкішектің аузына түсті. Қасқыр айтады: түлкішек, сен мана үйден тойып шықтым ғой деді. Дегенің қайда деді. Еттің өзі ғой, аузыма түскен, содан кейін мен байқаусызда жеп қойдым деді. Түлкішек сосын өз жөнімен кете берді.